Ресми хроника, бейне конференция форматында өткен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің сессиясына президент Тоқаевпен бірге ұйымға мүше мына елдердің Ресей, Беларусь, Тәжікстанның президенттері, Армения премьер-министрі, Қырғызстан президентінің міндетін атқарушы қатысты. Әрине тақырып халықаралық және өңірлік қауіпсіздік мәселелері. Әрине Таулы Қарабақ соғысы сөз болды. Қазақстан президенті, цитата, Ресей тарапының белсенді қатысуымен қол жеткізілген келісім дағдарыс кезінде қабылданған жалғыз әрі дұрыс шешім. Менің ойымша аталған келісім өңірде бейбітшіліктің ұзақ мерзімге орнауына себепші болмақ. Бұл шын мәнінде тарихи шешім деді. Асима Нұрбайқызы әңгімелейді. Қазір бүкіл әлемді алаңдатқан күрделі мәселе коронавирус пандемиясы. Оның үстіне санкциялар соғысы мен түрлі шектеулерден әлемдік саясат ушыға түсті. Экстремизм мен терроризм, есірткі бизнесі, киберқауіпсіздік, заңсыз миграциямен байланысты жаңа жаһандық сын-қатерлер мен тегеуріндердің күшейе түсуі тағы бар. Қасым-Жомарт Тоқаев бейбітшілікті нығайту, барлық аймақта қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету бағытындағы іс-қимылдардың нақты тетігі ретінде ұйымның рөлін атап өтті. Участие в деятельности ОДКБ Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы халықаралық саясаттағы елеулі фактордың бірі. Еуразия құрлығының басым бөлігінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратыны қуантады. Біз бұрынғыдай бейбітшілікті, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және халқымыздың өсіп өркендеу үшін тиімді шешімдерді іздестіру жолында әріптестерімізбен одан әрі белсенді түрде өзара күш жұмылдыруға дайынбыз. Мемлекет аралық қарым-қатынаста мүдделер қайшылығы да шиеленісе түсуде. Жаһандық қауіпсіздік саласындағы ахуал күрделі. Жақында Таулы Қарабақтағы соғыс аяқталды. Осы ретте Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путиннің бітімгершілік рөлін жоғары бағалады. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России. Ресей тарапының белсенді қатысуымен қол жеткізілген келісім дағдарыс кезінде қабылданған ең дұрыс шешім. Менің ойымша, аталған келісім өңірде ұзақ мерзімге бейбітшіліктің орнауына сеп болады. Бұл шын мәнінде тарихи шешім. Жалпы ұйымның жұмысына атсалысу Қазақстанның сыртқы саясатындағы негізгі басымдықтарының бірі. Главными документами сессия барысында қабылданған құжаттар ұжымдық ұйым қызметінің өзекті салаларын одан әрі нығайтуға бағытталады. Сондай-ақ ұйымның ашықтығын басқа мемлекеттермен және халықаралық құрылымдармен ынтымақтастықты нығайтуға әзір екенін көрсетеді. Саммит қорытындысы бойынша ұйымға мүше мемлекеттердің басшылары ұжымға қауіпсіздік кеңесінің декларациясын және әділ әрі орнықты әлем құру жөнінде саяси мәлімдеме қабылдады. Ұйымға төрағалық ету міндеті Ресейден Тәжікстанға өтті. Кеңестің келесі сессиясы келесі жылы өтеді. Алда біздің ел үшін маңызды саяси науқан. Президент сайлау кезінде ұйымға мүше мемлекеттерден, ТМД және ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы парламенті ассамблеяларынан бақылаушылар күтетінін жеткізді. Асима Нұрбайқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен апта.